Негізі ютубта ақша табу оңай бар ғой, бірақ оны көп адам білмейді. Мысалы бар ғой, мына канал жеті подписчигі бар, 1 миллион просмотр жинаған 3 аптаның ішінде, и примерно 1 миллион теңгедей тауып тастаған. Ойлаңдаршы. Мынау обычный браузерный ойын, мына қараңдар. Мынау браузерный ойын, мен сендерге қазір қай ойын екенін көрсететін боламын. Короче, мынау не Sprunky деген жаңа ниша ғой қазір атып жатқан. Міне мысалы мынау канал, тағы бір канал көрсем, мысалы 3 аптада 1,3 миллион просмотр жинаған. И примерно 1,3 миллион теңге тауып тастаған. 3 аптаның ішінде бір видеомен, мен анау 4 аптада, 3 аптада, мысалы 3 аптада. И сосын мысалы мен сендерге көрсеткен каналдар, олар ше нулевый каналдар, 4 подписчик, оларда еще монетизация бар. Мысалы мына каналға 7 күнде 1,3 миллион просмотр ойлаңдаршы. 7 күнде 1,3 миллион теңге тауып тастады мысалы, примерно. Мынау 976 мың 6 күнде ойлаңдаршы. Жай ғана отырып, мынандай сендерге көрсем, мынандай браузерный ойын бар. Міне, мынау обычный браузерный ойын Sprunky деген. Ол осылай кигізеді, сендер өздерің жаңа балаларың болса, племянниктерің болса, сендер көрген шығарсыңдар, осындайда көріп отырады бәрі. Міне, бесплатный ойын достар. Осындай бесплатный ойындарды ойнап отырып, міне адамдар ақша тауып жатыр. Міне, бұны айтып жатқан себебім, көп адам ойлайды. Еще, кстати, мына ойынды телефонмен де ғана ойнауға болады, любой телефонмен. И бұны айтып жатқан себебім, көп адамдар ойлайды, что жаңа ютубпен айналысу үшін жаңағындай не керек маған, типа мощный компьютер керек, или мысалы түрімді көрсету керекпін, сөйлеу керекпін, ойбай, это не для меня, на самом деле, міне ойын ойнап отырып, адамдар ақша тауып жатыр. Көп адам білмейді негізі. Знание это сила дейді ғой. И сосын мысалы шортсқа келсек, если мысалы мынау мен осындай пистолетті қарадым, бұл короче андай не зажигалка сияқты пистолет қой. Бұндай пистолеттер, в общем, игрушечный пистолеттер жаңа Каспида сатады екен. Каспида бағасы, қазір даже көрсетіп, 5 мың теңге ма, сондай ғана тұрады, қазір сендер видеоны көрсетейін. Мынау видео қараңдар, неше просмотр жинаған. 860 миллион просмотр жинаған, 3 мартта салынған. Почти 1 миллиард 860 миллион просмотр бірақ видео достар ойлаңдаршы. Если мысалға санасақ, 1 миллион просмотрға 50 мың теңге төлесе, мысалы мына нишада. Соны 860-ға көбейтеміз, 860. 43 миллион теңге алып келген ойлаңдаршы. Бірақ видео, даже 1 жылда болған жоқ, 3 мартта салған, қазір 6 ноябрь. Міне 43 миллион теңге алып келген. Мынандай бұған Алматыда пәтер сатып алуға мысалы новостройкадан. Ойлаңдаршы, бір видео ғана салып мынандай. Бірінші на видеоны до конца көрейік, сосын сендерге айтамын. Не істейді екен. Все, бітті достар. Мынау 43 миллион теңге алып келген видеоның расходы қандай екен көрейік. Міне Каспиға кірсек, дәл осындай пистолет, бағасы 2200 теңге тұрады. И бұған андай игрушечный патрон, бағасы 419. 419 2200 қосамыз, қанша? 2619. 2619 теңгеге расход жасап, бір видео ғана түсіріп, ойлаңдаршы. 43 миллион теңге тапты. Бұл реально взрыв мозга. Бірақ видеомен. Еще бұның каналда қаншама видеолар бар. Осынша жаңа қанша миллион просмотр жинаған. Сосын екінші ниша. Ол мысалы мына ниша қараймыз. Ниша 202 миллион просмотр жинаған. Бұл тоже оңай жасалатын ниша. Жаңағындай осынша шариктермен түсірілетін. И мысалы мына видео қанша теңге алып келген, мысалы 50-ді көбейтеміз. Ну, короче, 50 мың теңгені көбейтеміз 202-ге. 10 миллион теңге алып келген. Бір шортс видеоны мен сендерге көрсетемін. Мына видеоның смыслы былай ғой, типа шар мынамен жарылды, мынамен жарылмады, мынамен жарылды деген сияқты әртүрлі нелермен шарларды жарады. Үйдегі любой затты алып аласың, сосын соны аласың, 2 адам керек, короче, штатив қойып қоясың, сосын аласың, осылай әртүрлі заттар үйде не бар, сонымен шарларды жарасыңдар, гелевый емес, обычный шар. И міне қаласында 10 миллион теңге табасың бірақ видеомен. Сосын тағы, мысалы мынау вообще мен таң қалдым мына нишаға. Мына бір индустар түсіріп жатыр екен, оп-оңай жасалған. 124 миллион просмотр. Мынау вообще 15 август, сентябрь, октябрь. Еще 2,5 ай ғана ма? 2,5 айда 124 миллион просмотр жинаған. Мысалы 50 мың теңгені 124-ке көбейтейік. Мысалы 6 миллион 200 мың теңге тапқан бірақ видео 2,5 айда. Это при том, что мен чистый монетизацияны санап жатырмын. Еще мына жерде магазин деген бар. Бұл жерде магазин қосып қойсаң, товарлар қосаң, табысы вообще көп болады бұл жерде. Мынау соның каналы. В общем, осындай шариктарды жинап алады да. Бір кафельға келеді да жарады, тупо жарады, короче. Мынандай шариктар тупо жарады.
ваннаға жаруға болады, просто бір моншаға барып жаруға болады, баняға барып жаруға болады, даже освещение жоқ, как попало тупо түсіре салған. Мынау шарларға су құяды, сосын әртүрлі краскалар ішіне, короче, әртүрлі краска салып қояды, сол кезде әртүрлі цвет болады, сосын жарғанда мынау как-то необычно жарылады да, и цветтер бір-бірімен араласып кеткенде вообще күшті болады. Еще сосын обратный воспроизведение қойғанда вообще так необычно көрінеді да. Қиын ба мысалы мынандай шариктар и кішкентай акварельный краска бітті, и мынандай пышақ қана керек, любой үйде бар мысалы. Қиын ба? Қиын емес. Мінекей достар, осыған қарап сендер реально түсіне аласыңдар. Любой адам, сендер мысалы осындай нишамен айналыспай жүрсіңдер, сендер каждый день теряете потенциальный прибыль, который вы можете заработать. Каждый день теряете прибыль, ойлаңдаршы. Сондықтан мен сендерге бұл видеоны көрсетіп тұрған себебім, любой адам қазір ютубтан ақша таба алады. Менің осы партнерствомда осы сияқты нишалардың қаншамасы бар, супер актуальныйлар бар. Мен нишамда самый оңай жасалатын, телефонмен жасалатын, әр адамның қолына келетін, расходы өте аз, именно андай сондай легкий и тез ататын жаңа нишаларды көрсететін боламын. Потому что басқа нишалар бар, 3D анимация, 2D анимация, ондайларды көрсетпеймін, потому что оларға определенный опыт керек. Сондықтан міне осыған қарап енді сендер түсінген шығарсыздар, любой адам ақша таба алады. Просто просмотр жинау керек, монетизация ашасың, горизонталка, шортс болса без разницы. Сендер ақша таба аласыңдар, міне сендер көрсеттім, көрдіңдер ма? Сондықтан бұл бүкіл менің жаңағы сосындай менің қолымнан келе ме, істей аламын ба деген адамдарға осы видео жауап болсын.